Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам 62 жастан асқанда қатты науқастанып, ауырып жатып қалады. Хайбар жерінде кәпірлермен шайқасып жүргенде, дұшпандары қастандық жасап, қозының етіне у қосып бергені, оны аузына ала беріп қайта тастағаны. Соның өзінде қатуланып әзер аман қалғаны. Ал серіктерінің бірі Бәшер, біраз жеп үлгергендіктен тыпыр-тыпыр етіп лезде өліп кеткені белгілі дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам Хайбар уының ішінде қалай ыдырап жатқан сезе бастадым, депті. Мұхаммед Мұстафаның саллаллаху алейхи уассалам дерті күннен күнге ұлғая түсіпті. Содан бір күні пайғамбарымыз өзін сәл жеңілдеу сезінген кезде қасындағы серіктеріне үйінің маңындағы мешітке апаруын өтініпті. Мешіттің мінбер орындығына отырып бар ынта-ықыласымен дұға оқыпты да қызметшісі Біләлға азан шақыр депті. Содан халық көп жиналып, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам халқына сөз айтыпты. Уа халайық, мен сіздермен қоштасқалы тіл қатып тұрмын. Мен өзімді елші етіп жіберген жаратушыға қайта ораламын. Соңғы өсиетім, сол бірліктерінде сақта, бір-біріңді құрмет тұт, сүйе біл, сүйсіне біл, жәрдемдес. Дінің мен байсалдылығың бір-біріңе ғибратты болар. Адамдар қалағаның барлығы апатқа соқтырар, дейді. Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам халыққа қайта тіл қатып. Араларында менің қолым тиіп кеткен адамдар болса, міне менің арқам, ұрыңдар. Егер мен біреулеріңді балағаттасам, қазір оның да есесін қайтарыңдар. Егер мен біреуден бірдеңе әділсіз алған болсам, қазір айтып, ақысын алсын, депті. Сонда топтың арасынан бір адам шығып, Мұхаммедтен 3 теңге күміс динар қарыз екенін айтып, сол сәтте ақысын артығымен алады. Пайғамбарымыз айтыпты, жазасын мәңгі тартқаннан гөрі осы дүниеде өтеген әлдеқайда жеңіл болмақ, депті. Содан соң былай депті, тағы кімнің алар алашағы бар, алып қалсын дегенде ортаға Үкаша сахаба шығыпты. Менің сізде алар алашағым бар, депті. Айт, алашағыңды берейін дегенде Үкаша айтыпты. Сіз мал дүниеңізбен құтыла алмайсыз, қаныңызбен қайтарасыз. Мен сіздің қаныңызды төгуім керек дегенде 4 шадияр, Хазіреті Әбу Бәкір Сыздық, Хазіреті Омар, Хазіреті Оспан, Хазіреті Әлилер Үкаша сахабаға қылыштарын көтеріп тұра ұмтылыпты. Сен не айтып тұрсың? Алланың елшісі Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның қан төккенің, біздің де қанымызды төккенің, деп басын қылыштармен шаппақшы болғанда, Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам былай депті 4 шадиярына. Түсіріңдер қылыштарыңды, деп ашуын тоқтатыпты. Сөйтіп жаңағы 4 шадиярға былай деген екен. Сахабам Үкашаның адал екенін өзім ғана білемін. Үкашаның басын кесіп тастасындар, о дүниеде ақыретке қарыз арқалап кетпеймін бе? Деген екен. Сонда Үкаша сахаба былай деп айтқан екен. Ей Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам, мен сізге өмір бойы адал қызмет еттім. Сізге қандай қатер төнсе де жан тәніммен қорған болдым. Дұшпанның сізге атқан оғына кеудемді тостым. Мен де көңілімдегі арман еткен ойымды айтқалы тұрмын. Сіз алашақтарыңды алып қалыңдар дедіңіз. Осыдан қаншама жылдар бұрын кәпірлермен соғысып жатқанымызда бізге қарай шауып, мен сіздің түйеңізді бұрамын дегенше, сіз қамшыңыздың асқа сілтеп жіберіп, түйеңіз бұрылып кетіп, қамшыңыз менің екі жауырыма тиіп, тіліп кетіп, қаным судай ағып, көзімнен жасым ақырет о дүниеге барғаныңызда алдыңыздан шығып, мойныңыздан қыспасын деп, алашақ ретінде алғалы тұрмын, депті. Содан Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам қызы Бибі Фатимаға айтыпты. Алып келші үйдегі түйе айдайтын қамшымды. Үкаша сахабам қарыз алашағын алып қалсын, қарызымнан құтылайын. Сонда жалғыз қызы Бибі Фатима жаны күйзеліп, үйіне дейін жылап барыпты. Үкаша сахаба не деген қатыгез жан еді. Менің өлім халінде тұрған бейкүнә әкеме қамшы ұруға қалай дәті барады екен? Күнәсін кешіре салса болмас па еді? Деген екен. Әкесінің түйе ұратын қамшысын әкеліп беріпті. Мұхаммед пайғамбар қамшысын Үкаша сахабаға ұсынып, мә ала ғой, мені қарызымнан құтқар, алашағыңды ал деген екен. Сол уақытта Үкаша
Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламны биік тастың үстіне шығарып, пайғамбарымыздың екі жауырыны Үкаша сахабаның тура жүзіне бетпе-бет келіпті. Сонда Мұхаммед қасиетті жүзін төмен түсіріп, ұр арқанымын дегенде, Үкаша сахаба айтқан екен: «Әй Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам, сіз мені ұрғаныңызда мен жалаңаш едім ғой, көйлегіңізді көтеріңіз» депті. Содан соң Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам екі жауырының арасындағы дөп дөңгелек мөрінен аппақ сәуле шашқан айдай бір нұр шығып, айналасын жарқыратып жіберген екен. Мұны көріп тұрған бүкіл сахабалар және қанша халық есе адасып кеткенде күйгеніпті. Осы кереметке таңғалып тұрған халық, бұл да бір құдіреті күшті Алланың нұры ғой. Біз бұл жалған дүниенің қызығына алданып жүр екенбіз. Бұл жалған дүниенің ләззаты Алланың нұрының ләззатына жетпейді екен, деп бүкіл сахабалар бұл дүниеден бас тартқандай болып жылап, еңіреп кетіпті. Шамалы уақыттан кейін осы бір көрінген нұр ғайып болып, халық есін жиыпты. Сол кезде Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам тіл қатыпты халқына: «Мен қанша қалың киінсем де, Үкаша сахабаға Алла тағала осы өмірді және нұрды көруді жазған екен» деген екен. Алла тағала мені миғражға көтергенде, мені екі жауырымдағы мөрге және Алланың салған нұрына бір пендеммен, мен өлер қалына жеткен кезде жүзін тигізді деп еді. Міне сол Үкаша сахаба екен деген екен. Енді Үкаша сахабаның жүзін көрген адамға тозақ оты арам, ол шексіз жәннатқа кірер. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Үкаша сахабаға батырына былай деген екен: «Сіз аяғыңыз жеткен жерге дейін жер дүниені аралағайсыз. Сіз мұсылмандықты мойындаған халықтар көрсін» дегенде Үкаша сахаба былай деген екен: «Бармаймын, сіздің қасыңызда бола берейін. Менің жүзімді көргісі келген халықтар өздері келіп іздеп келсе болмай ма екен?» Сонда Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам былай деген екен: «Үкаша сахаба, сен неден қорқып тайсақтап тұрсың?» дегенде, Үкаша сахаба: «Мен ешнәрседен қорқып тұрғаным жоқ. Менің сізге өмір бойы оққағар қорғаушы болуымның себебі, менің арманым шәһид өліммен өліп, қабірім сіздің қасыңызда болса деп едім. Ол ойым орындалмады. Алла маған өмір берді. Енді сіз мені басқа мемлекеттерге жұмсап тұрсыз. Бас сүйегім қайда қалар белгісіз. Осыған өкініп қамығып тұрмын» деген екен. Содан пайғамбарымыз Аллаға сыйынып, тілегін айтыпты: «Я Алла, Үкаша сахабама қай күні ажал жіберсең, қай уақытта шәһид болса, жердің бетімен болсын, астымен болсын, Үкаша сахабаның басын қасыма жеткере көр» деп дұға жасап тілеген екен. Алла тағала Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам тілегін қабыл алып, Үкашаға ақ батасын беріпті. Содан соң Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам өзінің 4 шадияры Хазіреті Әли, Хазіреті Әбу Бәкір Сыздық, Хазіреті Омар, Хазіреті Оспанға: «Сіздер енді өзге мемлекеттерге мұсылмандықты жасайсыңдар, орталарыңа Үкаша сахабаны да алыңдар» деп ниет жасаған екен. «Аяқтарың жеткен жерге дейін Алла үшін жихад майданына барасыңдар, және 10 нәрседен тыйым саламын. Осыны естеріңде сақтаңдар» деген екен. Сіздер қасиетті жихадқа соғысқа барғандарыңызда, біріншісі, ешқашан шіркеулер мен храмдарды бұзбаңдар, дін адамдарына қол көтермеңдер. Екіншісі, қолыңа қару алып, көрмеген балаға тиіспеңдер. Үшіншісі, әйелдерді өлтірмеңдер, олардың ар-абыройын төкпеңдер. Төртіншісі, аурулар мен зағиптерге тиіспеңдер. Бесіншісі, ағаштарды қимаңдар, егіндерді таптамаңдар. Алтыншысы, жау малынан тамақтан артылған алмаңдар. Жетіншісі, олжаға ашкөздік жасап таласпаңдар. Сегізіншісі, ешбір жағдайда әйел зорлап зинамен айналыспаңдар. Тоғызыншысы, жараланған жауды қумаңдар, қашқандарды өлтірмеңдер. Оныншысы, ешбір жағдайда тұтқынға түскендерді өлтірмеңдер деген екен. Содан пайғамбарымыз көз жұмғаннан кейін Хазіреті Әли 500 мың қол жинап, барлық сахабаларды және ұлы Мұхаммед Ханафияны алып, қасиетті жихадқа аттануға бет бұрады.
Хазіреті Әли бүкіл сахабалармен бірге қаншама мемлекеттерді ислам дініне кіргізіп, өзі Иран жақта қалады әскерімен. Үкіші сахаба, Құттықожа сахаба, Анас сахаба, тағы бірнеше мың сахабалар осы оңтүстік өңірге келіп, тау арасында Өгіз мүйіз деген қалада кәпірлермен соғысады. Үкіші сахабаға оқ та, қылыш та дарымайды. Өйткені оның денесінде Алланың нұры бар. Сол себепті үкіші сахабаны кәпірлер жеңе алмаған екен. Бұған азаланған кәпірлер айла қулыққа көшетті. Үкіші сахабаның жанды жерін білу үшін қар түскен кезде ізімен аңдып келіп, оның тау арасына паналайтын тастан қаланған үңгір үйін біліп, үкіші сахаба серіктерімен жорыққа шығып кеткенде, бір мыстан жансыз кемпірді қайыр сұраған бейнеде үйіне жіберген. Бүкіл сырды білу үшін кемпір үкіші сахабаның есігін қаққан. Сол кезде үй ішіне жас келіншек шығып, «Неғып жүрген жансыз шешей?» деген. Сонда кемпір иегі кемсеңдеп жылап қоя берген. «Менің ұлдарым соғыста қаза болған. Жалғыз өзім қаңғып қалдым. Қайыр сұрап жүріп, адасып келдім. Ашпын» деген екен. Сонда анасын көрмей бірнеше айдан бері тау арасында жалғызсыраған келіншек анасын көргендей болып, мыстан кемпірді үйіне кіргізіп, тамақ суын береді жаны ашып. Мыстан кемпір үй үшін көзбен сүзіп, арам ойын ішіне сақтайды. Үкіші сахабаның әйелі мен екі баласын басқа жан жоқ екенін іштей қуанады. Айламды асырамын деген арам ой пиғылымен. Сонымен мыстан жас келіншекті сөзге тарады. «Сендер мына таудың ішінде неғып жүрген жансыңдар, жалғыз жарым» деген екен. Сонда жас келіншекті елі жұрты есіне түсіп кетті ме, жыламсырап, қояқ залым кемпірге сыр айтады. «Мен шығыс жақтағы бір мемлекеттің қызы едім. Алланың елшісі Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам немере інісі Хазіреті Әли бүкіл сахабаларды алып келіп, елімізді ислам дініне кіргізді. Біз алыс елден келген мұсылманбыз. Күйеуім осы елді ислам дініне кіргізуге келген батыр сахаба. Есімі Үкаша. Қазір олар бірнеше мың сахабалармен бірге Өгіз мүйіз деген қаланың кәпірлерімен соғысып жатыр. Жауды жеңіп, мұсылмандық орнағасын, біз де елге ораламыз. Қам жемеңіз, осы бізбен бірге бола беріңіз» дейді. Алдауға түскен келіншек кемпір жас келіншекке айтқан екен. «Қарағым, сөзінің жаны бас сияқты. Менің де естуім бар. Бір мұсылман елінің діні бөлек бірнеше мыңдаған әскер келіп, Даум деген патшаның әскерімен соғысып, халқын қырып жіберді. Жаулары қаласынан шығудан қалды. Өйткені олардың батырына оқ та, қылыш та дарымайды деп естіген едім. Ол сенің елің екен ғой» депті жансыз мыстан кемпір. Мұнымен тағы бірнеше күннен соң Үкаша батыр үйіне келсе, үйінде бір мұрны имек, жағы пышақтай, көзі шүңірейген, иегі қақайған, белі бүкірейіп, шашы тікірейген алба-жұлба ұсқынсыз сұп-сұр сұмпайы мыстанның отырғанын көріп, жүрегі дір етіп, секем алады да, қылышын қынабынан суырып кемпірді шауып тастамақшы болғанда, әйелі араға түсіп, шапқызбайды. «Бұған тиме, бұл бір үйсіз-күйсіз жүрген бейшара кемпір. Ешкім жоқ екен, аштан қаңғып жүріп келіпті. Содан соң бізге серік болсын деп үйге кіргізіп алдық» деп арашалайды. Үкаша сахаба әйеліне айтады. «Менің жүрегім бір жамандықты сезіп, секем алып тұрмын. Бұл жаудың жансызы болып түбімізге жетпесе көреміз» деген екен. Сонымен мыстан кемпірдің жаны әзер дегенде аман қалып, мыстан сол үйге алаңсыз жайғасады. Сеніміне кіріп. Көп кешікпей Үкаша сахаба әскерімен жорыққа аттанып кетеді. Осы күнді аңдып жүрген жансыз мыстан кемпір жас келіншекті тағы да айла қулыққа салып азғырады. «Сенің күйеуінің саған айтпай жүрген сыры бар. Оған неге атса оқ, шапса қылыш дарымайды. Ол сені жақсы көрсе айтар еді» деп келіншекті ойға салады. Содан Үкаша сахаба ерінің келуін күтеді. Ері жорықтан үйіне келгенде келіншек жылап еңірейді. «Маған айтпай жүрген қандай құпияң бар? Неге мені жалғыз тастап кете бересің? Сен мерт болып кетсең біз қайда барамыз?» деп. Сонда Үкаша сахаба әйеліне жаны ашып кетіп, өзінің құпия сырын жайып салады. «Мен соңғы пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның екі жауырына басылған пайғамбарлық мөрі мен Алланың салған нұрына жүзімді тигізіп сүйгенмін.
Сол себепті маған жаудың атқан оғы да қылышы да дарымайды. Ол нұр менің денемде сауыт болып тұрады. Алла мені қорғайды деген екен. Тек таң намазын оқыған уақытында ғана ешнәрсе сезбеймін. Біреу бір мүшемді кесіп кетсе де білмей қаламын. Өйткені Аллаға жан дүнием беріліп балқып кетемін. Сол уақытта ғана жау менің желке тұсымнан шабалады деген екен. Енді бұл сырды өзіңнен өзге ешкім білмесін, түгелі құраймыз деген. Келіншегі айтпауға ант береді. Содан тағы бірде Үкаша сахаба жорыққа кеткенде мыстан кемпір келіншекті азғарады. Сен неге үндемей қалдың? Сұрамадың ба еріңнен сырын? Ол сені шын жақсы көрсе сырын айтар еді. Оның басқа жақта тағы әйелі болуы керек. Оның неге келуін кетуін жылдам деген. Осы сөз ашу-ызасын келтіріп, келіншек қызғаныштан шыдай алмай мыстан кемпірге бар сырын жайып салады. Содан кемпір бар сырға қанығып, айналайын қызым, ерің сені шын жақсы көреді екен. Сендім, деп жағымсыз сұрқия күлкімен күлімдеп, үйінен мысықша сытылып шығып, кәпірлер ордасына қуанышпен тартып кетіпті. Содан жансыз мыстан кемпір кәпірлер патшасы Дауымға барлық сырды қуанышпен жеткізеді. Дауым патша бүкіл әскерін жинап, Үкаша сахабадан кек алуға аттанады. Сонымен кәпірлер Үкашаны іздеп жатып, бір қыр аса бергенде Үкаша сахаба таң намазын оқып отырған орнынан ту сыртынан байқамай шығып қалып, бүкіл кәпірлер қорқып қалтырап кетеді. Сонда кемпір кәпірлерге айтқан екен: естеріңді жинаңдар, Үкаша сендерге бұрылып та қарамайды. Ол сендерден әскерлерінен де қорықпайды. Оның сендерден Алласы күшті. Оның денесінде айналасындағы тасқа дейін балқып тұр. Ол ешнәрсе сезбейді. Басын шабыңдар, дейді. Сонда кәпірлер патшасы атынан жерге түсіп, Үкашаның Алласының күштілігін көрейін, қылыштан, өлімнен қорықпайтын жан жоқ деп, Үкаша сахабаның тура желке тұсына келіп қаһарланып: «Ей Үкаша, артыңа қара!» деп ақырыпты. Үкашаның көз жасы жүзін жуып, жан дүниесі Аллаға беріліп, жүзін құбылаға беріп отыра беріпті. Бұған ызаланып намыстанған Дауым патша Үкаша сахабаның тура желке тұсынан қылышпен шауып жібереді. Үкаша сахабаның басы денеден үзіліп түсіп, айналып барып құбылаға қарап қалыпты. Одан сайын намыстанған Дауым патша әскеріне бұйрық беріпті: Үкашаның басын шоқпармен ұрып талқандандар деп. Сонда бүкіл жау тұра ұмтылғанда Үкаша сахабаның жансыз басын періштелер келіп домалатып алып қашады. Жау әскері қуып жете алмайды. Үкаша сахабаның басы қыр етегіне келгенде Алланың құдіретімен жер қағайырылып, басы жер астына түсіп кетеді. Бас түскен жеріне терең зындан құдық пайда болған. Сонда Дауым жау патшасы кәпірлеріне: басты түсіп тоқтаған орнына алып келіңдер деп артынан арқан салып түсіреді бір адамды. Сол кезде құдық түбінен жерасты өзен арқылы Үкаша сахабаның басының құбылаға қарай ағып кеткенін көріп, Дауымның адамы қорқып сыртқа шығады. Дауымның іші күйіп, шыдай алмай Үкашаның денесін бірнеше бөлікке бөліп қылышпен турап қорлайды. Үкашаның әйелі мен 2 баласын да қосып өлтіріп кетеді кәпірлер. Олардың қабірі белгісіз. Кәпірлер Үкаша сахабадан кегін алып, өз ордасына оралады. Кәпірлер кеткен сол Үкашаның серіктері Ер-Қоян сахаба, Құттықожа сахаба, Анас сахабалар қылышымен туралып, бөлшектенген қанға бөккен сахабаның денесін кигізге орап, түйеге артып алып, басы түскен құдықтан 2 қыр асып келіп түсіреді. Алғашқы Үкашаның денесі түйеден түсірілген жерде оның түйесі қатты боздап, түйенің аяғы тасқа таңба болып кеткен екен. Түйе қатты боздап, зарлы үн шығарғанда тас балқып кеткен. Осы түйенің аяғының таңба ізінен бастап, Үкаша сахабаның қан ағып тамған жерінің барлығын Ер-Қоян сахаба, Құттықожа сахаба, Анас сахабалар келіп, таспен қалап, қаны аяқ асты болмасын деп көміп шыққан. Үкаша сахаба әулиенің сүйегін жау қорламасын деп сол жерге құпия жерлеген. Үкаша сахаба әулиенің мазары ұзын болуының себебі осылай: қаны сорғалап тамған жерінің барлығы таспен қаланып қабір ретінде қалған. Ал енді қалған сахабалар кәпірлер бірнеше күннен кейін ұстап алынады, бірнеше серіктерімен қосып. Сонда кәпірлер бұларға сауал қояды: құбылаларың қайда деп. Сахабалар: құбыламыз батыста деп көрсетеді.
айтқандарынан қайтпаған сахабалардың бастарын кәпірлер шығысқа қаратып шабады. Денелерінен үзіліп түскен бастары кезек-кезек аунап барып құбылаға қарап қалған. Мұндай құбылыс көрініске таң қалған жауларды мұнардың денесін шәһид болған жерлеріне тастап кетеді. Бұларды Құттықожа анасы сахабалар түнделетіп келіп, асығыс бір жерге қайтар қонып жерлеп, өздері батысқа қарай қашады. Үкаша сахабаның басы жерасты өзенімен ағып барып, Меккеден Зәмзәм суы шыққан бұлақтың қасынан шыққанын айтады. Сонда Зәмзәм суының жанында мәслихат құрып, демалып отырған сахабалардың дәл орталарына жер астынан бұлақ шығыпты деп, ұзамай астынан бір бас шығыпты. Сахабалар қорқып кетіп, бұл кімнің басы болды екен деп қараса, Үкаша сахабаның басы екен. Сонда отырған сахабалар, Үкаша да бұл дүниеден өткен екен деген екен. Алланың құдіретімен жер асты өзеніме жетсе де, арулап ақ жауып, Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам аяқ жағына жерленген екен. Үкаша сахаба әулиенің басынан бізден шығып Меккеге барған тағы бір дәлел. Осы Қазақстанның Түркістан қаласының Қаратау маңында өмір сүрген ауылдан бір қазағы тау аралап келе жатып, тау етегіне Үкаша атаның құлдығын көріп, су бар ма деп үңіледі. Сонда қолындағы асат аяғын құдыққа түсіріп алады. Сонымен осы кісі бірнеше айдан кейін Меккеге қажылыққа барып, сол жақтан бір кісінің қолындағы асат аяғын көзі түсіп кетіп, ана кісіге жармаса кеткен. Сен бұл асат аяқты қайдан алдың? Бұл асат аяқтың сыртында менің есім жазылған, бер дейді. Содан екеуінің арасындағы дау күшейіп, қазыға барыпты. Қазы асат аяқтың иесіне, бұл асат аяқты сенің қандай белгің бар дегенде, бары осы, ешқандай белгісі жоқ, бары осы өзімдікі депті. Ал екінші дәлелі, Қазақстаннан келген даугерге сенің бұл асат аяқта қандай белгің бар деген екен. Бұл асат аяқты ұстаға екі бөлінетін етіп жасатқам, ішінде 3 тілден бар деген. Қазы ол кісіге көрсет дегенше белгінді дегенде, ол кісі асан 2 бөліп 3 тілдәсін алып көрсеткен. Сонда қазы даугердің біріне бұл асаны қалай жоғалттың десе, мен өз елімде жүргенде Қаратаудың етегінде бір шыңырау құдыққа түсіп алдым. Екіншісі, мен бұл асат аяқты Меккенің Зәмзәм суының қасында бұлақтың жағасынан тауып алдым деген екен. Үкашаның басы түскен қасиетті құдыққа Үкашаның денесіндегі нұр құдық түбінде қалған дейді. Кімде-кім осы судан ішсе, ішіне нұр кіріп, иманды болып, не тілесе тілегі болып, бұл дүниеде рахат көріп, о дүниеде жәннатқа барады екен. Үкаша сахабаға зиярат қылған кісіге Алланың нұры жауады. Бұл жерге келерден алдын Арыстанбапқа түнеңдер. Құлғожа Ахмет Яссауиден үміт арқалап, Алладан тілек тілеңдер. Үкаша сахаба әуледен ең соңында түнеңдер дейді. Сонда тілегіңіз қабыл болады екен. Үкаша сахаба әулиенің басқа әулиелерден дәрежесі жоғары. Өйткені ол Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам қасиетті жауырында жүзін тигізген. Үкаша сахабаның бейкүнә жүзін 33 мың сахаба көрген. Оларға тозақ оты арам. Үкаша сахабаға шындап ниеттеніп зиярат еткен кісіге Мекке Мәдинаға барғандай сауаптар жазылған. 1986 жылы Құдайдан безген кеңес үкіметінің жандайшаптары әулиені бұзып, трактормен тегістеткен. Бірақ келген трактор әулиенің кереметімен сөніп қала берген. Трактор иесі бұзуға қорқып кетіп қалған. Бұл Үкаша сахаба әулиені қиратып бұзғандар кейін өмірлері ойран болып, жаманшылықты көріп, көбісі перзентсіз болып кеткен дейді куә болған адамдар. Үкаша сахаба әулиеге салынған бейіт 1990 жылы бітіп, 1992 жылы күмбезі қойылған. Үкаша сахаба әулиеге бұзық ой, арам пиғылмен пайда табу үшін келген қара ниетті имансыздар әулиенің киесіне ұшырамай қоймайды екен. Сақ болған абзал. Үкаша сахаба Қазақстанда, Түркістан, Яссы қаласының Серт ауылының солтүстік жағындағы тау етегінде құпия жерленген. Сол жерде Үкаша сахабаның басы түскен 30 метрдей терең қасиетті құдығы бар. Үкаша сахаба әулиенің күмбезі қойылған жерге Қазақстаннан ғана емес, жақын маңайдағы басқа мемлекеттің адамдары да келіп зиярат етуде. Оқыған мәліметтер Үкаша ата әулие кітабынан алынған. Оқыған Лаура Қосыбаева.